Машина базарына отау көтергендеріне жыл тола қоймаған жап-жас ерлі-зайыптылар асығып аптыға жетті. Мақсаттары тойдан түскені бар, өздерінің жиған тергендерін жинақтап, жеңіл көлік алмақшы. Жинаған долларлары әрі барса, гольф деген шетел көлігіне жетіп жығылатынын олар жақсы біледі. Сырым, шынын айтқанда, гүлдей құлпырған әсем келіншегінің көңілін қимайды. Әйтпесе, оның асып-тасып жатқаны шамалы. 100 мыңға жетер-жетпес айлығының жартысына жуығын несие деген қызыл көз пәле ай сайын қақшып алады. Өздері бір бөлмелі ескі жатақханада тұрады. Жаяу, жалпылап жұмыс пен үйдің арасында тіршілік жасап жүрген жас отбасыға бұл кәдімгідей шығын. Әсия бірінен бірі өткен машинаның қайсысына тоқтарын білмей, құныға қарайды. Қарақат көзі жайнаған келіншектің қос беті шырайланып, нәзік саусағымен мені ал дегендей жұтынып жарқырап тұрған темір тұлпарлардың сауырынын аялай сипалаудан жалғар емес. Мінекей, мына гольфке көз қырыңды салшы, тамаша емес пе, деді Сырым. Қып-қызыл, нарттай жанып тұрған көліктің жанына тоқтай қалып. Жаман емес екен, әрі қарай тағы да көре түсейікші. Әсия қызыл машинаның қасына көп аялдамай тез өте шықты. Ол әйелін гүлден-гүлге қонып байыз таппайтын көбелекке ұқсатып келеді. Сырым әбден шаршады. Содан жай сөзге тоқтата алмаған соң қатаң ескерту жасауға тура келді. Әсия, біздің гольфке жететін ғана ақшамыз бар. Байқап келемін. Сен оларға бұрылмақ түгілі көзіңді де салмайсың. Кәне тоқтат. Алатын болсаң саудаласайық. Әйтпесе мен кетемін, деді. Әсия сел кете шырт ұйқыдан оянып кеткендей болды да қалт тоқтады. Әп сәтте аспанда бұлт жапқандай, бұған түсі әлем топырақ болып өзгере жатқан көзқараспен қарады. Мен ойымды өзгерттім. Гольф мен мінетін машина ма? Айтшы өзің. Ертең қымбат машина мініп жүрген достарым күлетінін біле тұра, қайдағы бір жаман машинаны ал дегенің не? Бұл сенің қай мазағың? Мен алатын болсам, құрығанда Мерседес аламын. Точка. Өл, тіріл, әке-шешең, бауырларыңнан сұра, ақша тап. Әйтпесе, мынаны аборт жасатып, төркініме кетемін. Сырым жаңа ғана гүл-гүл жайнап тұрған келіншегінің шәңкілдей шыққан түрпідей сөзін жаны түршіге тұрып тыңдағанымен, ішкі жан дүниесі наныңқырамай, абдырап, аузына сөз түсе қоймады. Әрине, үйленгелі бері келіншегінің осындай сызды мінезіне куә болғанымен, әй түзеледі ғой, деп онша мән бермейтін. Бірақ ол сызды мінез көбейген сайын екеуінің арасы бұрынғыдай емес, ашылып, ыстық қарым-қатынас салқын тарта бастағанын сезеді. Кейде сабырлы болып, біразға дейін қызбаланып уәж айтқанымен, бәрібір тіліне тұсау салатын. Себебі келіншегі екі қабат. Тәжікелесе берсе, кім білсін, долданған келіншегінің қаны көтеріліп, іштегі мұның нәрестесіне қауіп төнуі әбден ықтимал ғой. Нәзік жүректі жігітіміз өте балажан еді. Болашақ баласы үшін Сырым жарының қандай да бір ұсақ түйек мінезіне төзуге бар болатын. Ал мына айтқаны, соңғы сөзі оның жүрегіне ине болып қадалғандай әсер етті. Аборт? Есің дұрыс па? Қайдағы бір машина үшін сондай қатыгез әрекетке бара аласың ба? Деді ол күйініп. Мен мынадай шарананы кез келген уақытта таба аламын. Ал әдемі машина менің арманым. Білесің ба, ол менің арманым, деді келіншегі. Әсия кішкентай жұдырығын түйіп, кеудесін соққылады.
Жаңа әзірдегі сұлулық зым-зия кетті. Көздері шыны тәрізді, жүзінде қан, сөлі жоқ. Шәңкілдей шыққан әйел даусына жақын маңдағы адамдардың барлығы қарап қалыпты. Сырым бұл жолы айылын жимады. Бірақ даусын көтермей зілдене тіл қатты. Адамдардың басты арманы ұрпақ көбейту. Бір балаға зар болып жүрген адамдар қаншама. Сондықтан менің арманым сәби сүю, Әсия. Сен соны біліп қой. Тоқтат мұндай былшылыңды. Сенің осындай философияңнан тойып біттім. Сен маған онан да мынаны айт. Мерседес сатып әпересің бе жоқ па? Әйтпесе, мен тап осы жерден бір жола кетемін. Сенің сасық жатақханаңда енді бармаймын да, жоламаймын да. Осы жұдырығын жазып, бұған саусағын кезей түскен Әсия, сөзі ызғарлы, ойы да пышақпен кескендей кесек-кесек еді. Жоқ, мен саған ондай машинаны сатып әпере алмаймын. Оған шамам да жоқ. Кетсең, кете бер. Әсия шарт бұрылды да, туфлимен жерді тесіп жіберердей нық-нық басып, бұдан ұзай берді. Артына бұрылып та қараған жоқ. Жүрегі білінер-білінбес шым ете қалған сырым, болашақ сәбиімен бір жола қоштасқандай, ерні жыбырлап, өзінен өзі сөйлеп тұрғанын көпке дейін сезбеді. Өкінесің, Әсия. Сенің бұл қатең түзелмейтін қате. Олай етсең, Алла сені кешірмейді. Астапыралла, әйелің не деген шайпау, долы қатыгез еді. Тура жанынан табылған орта жастағы әйелдің сөзіне сырымның қарсы айтар дауы да жоқ еді. Ішкі жан дүниесі қара шәйнектің суындай бұрқ-сарық қайнап, не істерін білмей күйініп тұрған жігітке қайдан сап ете қалған белгісіз әйел басу айтты. Сабыр інім. Ақылды әйел қанша ашуланса да, ашуын басып, ошағына оралады. Мен манадан мына машинада отырғанмын. Келіннің қатыгездікке толы сөзіне жігіттің жігіті ғана шыдайды. Орысша мектеп бітіріп, орысша тәрбие көргендер осындай болады. Өйте қоймас, ашумен жастықпен айтылған сөз болар. Ал өйтсе, шынында оны Алла кешірмес. Жаңа танысқан тәтесі басалқы сөздер айтып, мұның ашуын тежеп жұбатты. Телефонын берді. Сырым үміт пен күдікке алма кезек берілген күйде үйіне асығып жетті. Не деген жылдам еді десеңші, Әсия. Өзіне тиесілі заттарын жылан жалағандай сыпырып алып кетіпті. Көңілі құлазып сала берді. Қанша хабарласса да, келіншегі жауап бермеді. Мүмкін 100, мүмкін 1000 рет хабарласқан болар. Бұл осылай әбден мезі еткен болуы керек. Келіншегі бұған соңғы рет ызғарлы хабарлама жіберді. Мен саған қажет емес болармын. Өз шешіміммен аборт жасаттым. Енді мен жаңа өмір бастаймын. Жайыма қой. Біреу маңдайынан ауыр темір білікпен ұрып жібергендей есеңкіреп жалп ете отырып қалды. Көпке дейін есін жинай алмай жүрді. Болашақ сәбиін өзі өлтіргендей күй кешті. Әйелін түсінде көретін. Жесірнақты мыстанға айналып, мұның кішкентай сәбиін тұншықтырып өлтіріп жататын. Барып көмектесейін десе, аяғы тас болып қатып, желімделіп орнынан қозғала алмайды. Жылап жібереді. Талай рет осындай ауыр түс көріп, жылағанына тек қана Алла куә. Бәлкім, жынданып кетер ме еді? Баяғы танысқан тәтесіне хабарласып, жаны қалды. Сол кісінің аталар үйі деген қасиетті ордасы бар екен. Жиі-жиі олар сапарға шығады. Оны Ақжол деп атайды екен. Сол Ақжолмен сапарлап, барып жүріп намазға да құлады. Көкірегіне сабыр ұялады.
Сөйтіп, сырымның екінші өмірі басталды.